بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. Biz bärimizde Hudaýdyň kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti bolgamyz üçin ýerekçe şükürçilik etsek gerek. Bizden paygambarımız Allah'ın soňgy elçisi, ýeň süýükli kulu, bükül älemge tüsülgen Kur'an kitaptyň iýesi. Olay bolsa Muhammed aleyhissalatu vesselam külli galamnyň paygambary ekendigi dawsuz. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Мына бір хадисінде «Ажабан ли амрил муъмини, инна амраху куллаху лаху хайр, инна амраху куллаху лаху хайр, ва лайса залика ли ахадин илля лил муъмини, ва лайса залика ли ахадин илля лил муъмини». إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. Yani iman иесінің еткен ғажап. Әрбір ісі ол үшін хайырлы. Бұл тек иман иесі үшін ғана берілген қасиет. Егер жақсылық пен қуанышқа тап болса, ол шүкір етеді. Бұл ол үшін хайырлы. Ал егер де қайғы мен қасіретке тап болса, оған сабыр етеді. Бұл да ол үшін хайырлы. Егер жақсылық пен қуанышқа тап болса, ол шүкір етеді. Allah'ın kudretimen ayrıkça jaratılgan жанның туғаннан өмірден өткенге дейінгі өмір баянын әрбір мұсылман көкірегіне түйіп, көзінің қарашығындай сақтап білсе, нұр үстіне нұр болар хақ. Нұр үстіне нұр болар хақ. Anas ibn Malik radıyallahu anh'dan zikrendi. Ma masistu dibajan wa la hariran alyana min kaffi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin alakanının jumsaqtığından da jumsaq jibek matasını görmedim. Wa la shamantu raihatan qattun atyaba min raihati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden аңқыған şifar iyisinden de artık iyis görmedim. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف. Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem janında 10 yıl hizmet etken кезде mаған еш уақытта уф деп айтқан емес. Маған еш уақытта уф деп айтқан емес. Allahumma salli ala Muhammad. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең абзал мұсылмандарды сипаттап былай дейді: Әл-муслиму мән салима әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Әл-муслиму мән салима әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Я муъминин саллу алейхи. Мұсылмандардың ең абзалы қолы мен не тілі мен басқа мұсылмандарға зиян тигізбегені. Мұсылмандардың ең абзалы қолы мен не тілі мен басқа мұсылмандарға зиян тигізбегені. Бірде Саъд ибн Хишам Айша анамыздан радиаллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мінез құлқы жайлы сұрайды. Сонда Айша анамыз ол кісіге сен Құран оқымаушы ма едің дейді. Ол кісі әрине оқимын деп жауап қатады. Айша анамыз олай болатығын болса, кәна хулуқуху әл-Құр'ан, кәна хулуқуху әл-Құр'ан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мінез құлқы болмысы Құран еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мінез құлқы болмысы Құран еді. Жаратушы Алла әу баста адамзатты өзінің махаббатымен жаратты. Сол махаббаттың ең қайырлысы ол Аллаға және оның елшісіне деген махаббат. Ол Аллаға және оның елшісіне деген махаббат. Немістің ұлы ойшылы Бисмарк
пайғамбарымызға деген сағынышын өзінің сөзінде былай жеткізді: Я Расулалла, сенің ғасырласың бола алмадым, әттеген-ай. Адамзат сен сияқты көркемде, дана жанды бір-ақ рет көрді, енді қайта көре алмас. Сондықтан да сенің құзырыңа аса құрметпенен бас иемін. Саллаллаху алейхи ва саллям.